Адамзаттың асылы Алланың елшісі туған жерін өзі өскен елін қатты жақсы көрген екен. Туған жер ауылым алтын бесігім, шежаға ауасын жұтып, суын ішіп жүрген кең байтақ атамекенім. Біте қайнасқан қоғам тіршілігіне белсене араласқан, әр күні мерекедей өтетін, қиындығы мен қызығы қатар жүретін, әр адамның жадында сақталып қалатын ерекше құндылыққа ие студенттік кезеңім 1996 және 2000 жыл аралығында Қызылорда Қорқыт Ата атындағы университетінде дәріс алып, үлкен өмірге мұғалім жолдамасымен аттандым. Әкем зор тұлға, әрі ұстазым, анам тұнған ақылшым. Ұстаз аға әпкелерімнің ізетті ізіменен шығармашыл, шыншыл, ізденімпаз, еңбекқор, ұлағатты ұстаздардың тәрбие өнегесінен білім алып, түлеп ұшқан алтын ұямда нөмірі 57-50 Көшербаев атындағы орта мектепте физика пәні мұғалімі, сарапшы педагогпын. Менің педагогикалық қызметімнің тұжырымдамасы: жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтармен тәрбиеленген Қазақстан азаматы патриотының қасиеттері, көшбасшысының қасиеттері бар әлеуметтік және тұлғалық өзін-өзі анықтауға қабілетті білімді тұлға қалыптастыру. Ұстанымым: өзіме осындай мақсат қойған, жаңаны үйренуге, өз тәжірибеме енгізуге өзімді бағыттаған ұстазбын. Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім. Шәкірт жетістігі мұғалімнің кәсіби біліктілігі мен шеберлігінің жемісі. Жетістікке жету үшін үнемі ізденісте болу керек. Ізденістер мен жетістіктер рухы дегеніміз эволюцияның мәңгі қалғымайтын жаншырағы. Жетістіктің үлкен не кішісі болмайды. Әр жетістіктің жеңісінің артында үлкен еңбек жатыр. Ол жеңіске апарар жол ұстаздар мен әріптестерінің қолдауы мен шәкірттеріме сенімім. Қазіргі таңда Марқадам елінің келіні, аяулы жар, көп балалы анамын. Ләззат Шүменқызы, ол жаңашыл, позитивті, шығармашыл, ізденімпаз, еңбекқор. Үнемі тынымсыз болсын деп мен жастарды қолдаймын.